Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз өте оңай 5 минутта дайын болатын малибу салатының рецебімен бөліскім келеді. Алдымен керек құралдарымызды дайындап аламыз. Салатқа қосатын барлық қоспамызды 4 бұрыштылап тураймыз. Бұл тауық төсі. Бұны маринаттаймыз, яғни дәмдеуіштер қосып, тұз, паприка қосып, пеште пісіріп аламыз. 20-25 минуттай пісіреміз. Содан кейін оны да 4 бұрыштылап тураймыз. Барлық қоспамызды турап алдық. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш және өз қалауларыңыз бойынша укроп қоссаңыздар болады. Содан кейін майонез салып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Және де әдемілік үшін тарелканың астына салат жапырағын салсаңыздар болады. Салатымызды салып болғаннан кейін бетіне сухарики салатын боламыз. Мінекей 5 минутта дайын болатын малибу салаты. Сіздерге ас болсын, және де мен каналыма тіркеліп қолдау білдіріп кетіңіздер.